Сәлем. Әрбір ана құрсағындағы нәрестенің жынысын білуге асығары сөзсіз. Нәресте барын сезген сәттен бақытқа бөленіп, еркелетіп сөйлесе бастаған аналар да бар шығар. Бірақ 9-шы аптада нәресте жынысын әлі де айыра алмайсыз. Себебі нәрестеңіз әлі де даму үстінде. Осы аптада бұлшықеттер, буындар мен қаңқалар толығымен қалыптасады. Мидан бұлшықетке жүйке қозғалыстарын беру пәрмені жетілдіріледі. Бұл ұрыққа жатырдың қуысында белсенді қозғалыстар жасауына мүмкіндік береді. Маңдай мидың дамуына байланысты дөңес көрінеді. Басы денесінен үлкен болып көрінеді. Шамамен 250 мың жаңа нейрондар әр минут сайын шығарылады. Осылайша қан айналым жүйесінің қарқынды дамуы байқалады. Саусақтарында тырнақтары пайда бола бастайды, аяқтары ұзарады, қолдың буындары бүгіледі. Нәрестеңіз сезімтал бола бастайды. Ол өз денесіне, кіндігіне жанаса алады. Яғни осы уақытта жанасу сезімталдығы пайда болады. Осы аптада баланың жүрек соғысын анық байқауға болады. Нәрестеңіздің жүрек соғысы минутына 170 соққы. Баланың басын анық байқауға болады. Баланың бас бармағын қалай сорғанын көруге болады. Баланың мөлдір терісі арқылы ішкі ағзаларының жұмыс істеуін көре аласыз. Жүктіліктің 9-шы аптасында анада болатын өзгерістер. Осы аптада шаш пен теріңізде айтарлықтай өзгерістер болады. Бетіңізге безеулер мен қарадақтар жиі шығатын байқайсыз, ал шашыңыз әлсіреп құрғай бастайды. Кей жағдайда сізде токсикоздың көріністері мүлдем жоғалады. Құсу көбінесе тоқтайды, ал жүрек айну көбінесе таңертең сирек кездеседі. Көңіл-күй жақсарады, бірақ тамаққа деген сезімталдық әлі де жоғалмайды. Жүйке жүйеңіз қалпына келеді, сондықтан ұйқысыздық сізді алаңдатпауы мүмкін. Осы аптада сізде қаназдық, яғни қанның құрамында темірдің жетіспеуі орын алуы мүмкін. Сондықтан тиісті дәрумендерді қабылдау керек, немесе құрамында темірі бар тағамдарды тұтыну қажет. Сізге айтар кеңесіміз: жалпы жүктіліктің қай аптасы болмасын, қай мезгілі болмасын, сізге көп уайымдауға, қайғыруға, ашулануға болмайды. Сондықтан көңіл-күйіңізді көтеріңкі ұстаңыз. Құрметті ана, сіз осы аптада ішіңіздің кішкентай болса да өскенін байқай аласыз. Дәл осы мезгілді естелік ретінде қалдыру үшін осы аптадан бастап сіз жүктілігіңіздің естелігі ретінде суретке түсуіңізге болады.